Неге қойсыз? Жақсы. Не сатқыш қылып тұрсыз? Сотка емес қой. Не ол? Қазір қантымға дайындап аласыз ба? Иә, дайындап аласың. Ой, машалла. Қалдырмаған бәрін дұрыс жасау үшін ақыр қазылыққа келгеннен кейін бәрі дұрыс болды. Қанша рет келіп жатсыз қазылыққа? Бірінші рет Ой, машалла. Алдын умраға келгенсіз ба? жоқ. Екеуін бірге істеп жатсыз. Қаншыда бірінші рет. Қалай енді? Қажылыққа барған сайын жақындап келе жатырмыз мынау. Қалай? Қажылыққа жақындап келе жатырмыз, ең үлкен қажылық. Арафатқа жақындап келе жатырмыз. Қалай енді сезім қалай? Сезімді бір сөзбен түсіндіре алмаймын қазір. Бір толықтым. Енді дұрыс өтсе деп ойлап отырмын. Дайындық қалай дайындық? Ішіміздегі ниет дұрыс болса, сол ең бірінші дайындық деп ойлаймын өзім. Не күтіп тұрған білмеймін ғой, сол үшін қандай дайындық екенін айта алмаймын. Елде қалғандарға не айтпайсыз? Ол кісілердің келуге мүмкіндігі бар ма екен? Келіп көріп аласыз. Жағдайлар болса, міндетті түрде қажылыққа келіңіздер. Қазақ тревел қалай болып жатыр? Қазақ тревел ұйымдастырылуы өте керемет болып жатыр. Күннен күнге, қалай орысша айтқанда, все лучше и лучше. Алла қабыл етсін қажылығыңызды. Анаңызбен жүрсіз қажылықта. Қалай? Енді мысалы елдер өздері келе алмай жатыр, кейбіреулер анасын жібере алмай жатыр. Ал сіз енді мынандай ерекше нәрсе ғой, анаңызбен өзіңіз жүрсіз. Сол кішкене мен сол ғана бір тоғысып қуат беріп жатыр ғой деп ойлаймын. Өйткені бірінші өздері келіп, одан кейін ата-аналарымен келіп, немесе ата-аналарының үшін өтеді. болады, мен бірден анаммен келгенмен соған Анаңыздың қал жағдайы қалай қажылық өтеу барысында? Анам осы жаққа шығардың алдында айтқан, бұл жерде Алла өзі күш қуат береді деп. Енді өзіңіз көрдіңіз, аяғы ауру, соған қарағанда өткен жолы тауaf жасаған кезде де, Сафа Марва рәсім жасаған кезде де мен анам емес, мен анам демеп кеткен сияқты болды ғой. Алла баршаңыз қажылықтарыңыз қабыл етсін.